Сәлем қыздар, баршаңызға. Бүгін мен сіздерге варенка қосылып жасалатын булочкидің жасалу жолын көрсетемін. Алдымен құрғақ аштығымызға жылы айранымызды, ертілген сармайымызды, сүтімізді, секерімізді қосып, және 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызға тұзымызды қосып, екеуін араластырып алып, үстіне осы сұйық массаның барлығын құямыз. Түгелдей құйып, қасықпен араластырамыз және қолымызбен ұнымызды біріктіреміз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта ең оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай қамырымызды жақсылап илеп, жан-жағының бәрін түсіріп, бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды столдың үстіне ұн сеуіп, тағы да жақсылап басып, илеп аламыз. Енді қамырымызды 80 граммнан өлшеп аламыз. Барлығын бірдей етіп 80 грамм қыламыз. Үстін пищевой пленкамен немесе осылай салфа мешокпен жауып қоямыз да қалған қамырлармен жұмыс жасай береміз. Жұп-жұқа етіп ысып аламыз. Ұн сеуіп тұрасыздар, әйтпесе қамыр жабысып қалады. Және варенканы алып, осылай орналастырамыз қамырдың бетіне, және де осылай бетін жабамыз. Қаттылап осылай саусақтың ұшымен басып шығамыз, және кескіштің көмегімен кесіп шығамыз. Басқа формада да жасай беруіңізге болады. Бұл варенканың орнына творог қоссаңыз да бола береді. Осылай икстеп екі жағына кигіземіз нанды. Осындай әдемі нан шығады. Тағы да көрсетейін. Осылай тез-тез жасап, кесіп, табамызға орналастыра береміз. Тағы да табаға орналастырған соң 15 минутта бетін жауып қоямыз. 15 минуттан соң 2 жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, осылай булочкалардың бетіне жағып шығамыз. Және қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, менің әдемі булочкаларым дайын болды. Мынау кесіп көрсеткенім. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Назарларыңызға рахмет.